Бәріне сәлем достар, сендермен Казмастер. Бүгінгі видеода біз мини электропиялар жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар ол 9 вольттық батарейка, мини моторчик, темір крышка осындай, және выключатель, переходник және де қайшы керек болады. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, тегін лайктарында басып кетіңдер. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен крышканың дәл ортасын тесіп аламыз. Енді достар, темір крышканы плосковость және балғамен тегістейміз. Темір крышканы тегістеп болғаннан кейін оны қайшымен ұшын шығарып тұрып кесеміз. Моторчик пен батарейканы термоклей арқылы бір-біріне орнатып жабыстырамыз. Достар, көріп тұрсыңдар, мен барлық проводтарды жалғап қойын, ол өте оңай. Енді выключательді батарейкаға орнататын боламыз. Достар, біз болайын деп қалдық. Енді бағанағы темір крышканы моторчикқа орнатып, термоклеймен жабыстыратын боламыз. Достар, біз электропиланы жасап біттік. Енді долгожданный момент. Бұны тексеріп көретін боламыз. Ол үшін бізге зубочистка керек болады. Енді қосып сынақтан өткіземіз. Міне қостық. Енді зубочистканы кесеміз. Және де жоқ достар, өкінішке орай бұл кеспеді. Облом достар, мен сендердің кешірім сұраймын. Менде екі болжам болып тұр. Менде моторчик слабый, немесе мына темір крышка өтпейді. Сондықтан егер достар сендерде бұны қайталайын десеңдер, міндетті түрде моторчикті үлкендеу, мощный қылдырып алыңдар. Себебі бұл кеспейді екен. Достар, бүгін біз осындай электропила жасаған боладымыз, бірақ істемейтін. A few moments later. Сондықтан мен сендердің кешірім сұраймын. Қараңдар, мынау айналады, бірақ қолға тегістен вообще өтпейді, тоқтатып тастайды. Мен ойлаймын, менің моторчигім слабый. Сондықтан бұны лақтыра саламыз. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, тегін лайктарын басып кетіңдер. Мен Казмастер, сау болыңдар. Such a fucking hole.